Сәлеметсіздер ме балалар? Мен Текебай Ерболат Саламатұлы, Бимен Дамалбеков атындағы жалпы орта білім беру мектебінің биология пәні мұғалімі. Бүгін біз үшінші зертханалық жұмыс биологиялық нысандарда нәруіздің болуын анықтауын өткіземіз. Яғни екі реакция өткіземіз. Бию реакциясы емес, ксантопротеин реакциясы. Бізге қажетті заттар ол нәруіз, яғни жұмыртқаның ерітіндісі, сульфат, мыс сульфаты, гидроксид, натрийдің гидроксиді, сосын асқазан сөлі немесе хилак форте. Және құрал жабдықтар. Бірінші бию реакциясын бастамас бұрын біз ең басты жұмыртқа ерітіндісінен 5 тамшы аламыз. Енді біз оған гидроксид, натрийдің гидроксидін қосамыз. Оған біз 10 тамшы қосамыз. 3, 4, 5, 6, 7. Енді бұған біз мыс сульфатынан 2-3 тамшы қосамыз. Енді араластырғанда көріп отқандай күлгін түске айналды. Яғни, егер күлгін түске айналса, құрамында нәруіз бар дегені. Бұл биорет реакциясы. Келесі реакция біз өткізетін ол ксантопротеин реакциясы. Тағы да нәруіздің ерітіндісін аламыз, яғни жұмыртқа ерітіндісін 5 тамшы қосамыз. Енді біз жаңа нәруіз ерітіндісін қостық, енді хилак фортеден біз 5-6 тамшы қосамыз. Енді біз бұны қыздырамыз. Қыздыру үшін арнайы жағыш таблетканы қосып, пипеттің қолбан штативқа бекітіп, абайлап қыздырамыз. Қыздырғаннан кейін отты сөндіреміз. Ал енді қыздырып кішкене суытқаннан кейін біз 10 тамшы натрий гидроксидін қосамыз. Натрий гидроксидін қосып, дәл араластырсақ, түс сарғышты түске айналады. Сары түске айналды. Яғни құрамында нәруіздің болуы дәлелдейді. Құрметті оқушылар, осы тәжірибе арқылы, екі реакция арқылы байқадыңдар, яғни кез келген заттан әртүрлі реакция арқылы нәруізді анықтауға болады. Назарларыңызға рахмет.